Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым әрі өте дәмді чак-чак дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ұнға разрыхитель немесе ас содасын саламыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Және жұмыртқамызды салып, қамыр етеміз. Жұмыртқаның менде көлемі үлкен, сыбыр немесе дыбыр. Қазір жұмыртқалардың да размері шығып кеткен қойшы. Егер де сіздерде кішілеу жұмыртқа болса, 2 ас қасық қаймақ салып жіберуге болады. Ал енді қамыр етеміз. Менің қамырым негізі қаттылау болады. Осындай болып шығады. Бұл қамырды пакетке салып, жарты сағат, 1 сағатқа демалдырамыз. Демалған қамырымызды жұқартып жаямыз. Қатты қамыр жайғанға жақсы, біраз күш салу керек, бірақ бір тегіс әдемі болып жайылады. Сол үшін қаттылау қылыпта илеген дұрыс. Ал енді жұқартып жайып аламыз. Чак-чактың қамырын қағаздай жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Шамалы қалыңдау болғаны дұрыс. Міне достар, менде қатты жұқа емес. Ал енді осылай жайып қойып 15-20 минут демалдырамыз. Демалғаннан соң осылай кесіп шығамыз. Көлемі 2 см көлемінде етіп. Мен бір илеу болып шығу үшін бірінің үстіне бірін қойып кесіп шықтым. Дәл жартысына дейін осылай кесіп бір бөлік етіп қойып қоямын. Екінші жартысында осылай 2 см көлемінде кесіп аламын. Қамырдың осылай 2 бөлікке бөліп аламын. Дәл ортасынан бөлемін. Және ортасынан тағы да бөлемін. Кеспе турау үшін, өзіме ыңғайлы болу үшін. Ал енді тақтайға қойып, майдалап, қатты ұсақтап емес, жай ғана орташалау етіп, осылай кесіп шығамыз. Егер қамырларыңыз осылай кескен кезде бір-біріне жабысып қалады деп ойласаңыздар, кептіріп алғаннан соң кішкене ұн сеуіп жіберуге болады. Міне мен барлық чак-чактарымды жалпы кесіп шықтым. Ал енді қызып тұрған майда қызартып қуырып аламын. Міне осылай қызартып қуырып алу қажет. Сарғыштау алтын түстес етіп қуырған өте әдемі болады. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Үстіне қалауыңызға қарай жаңғақ немесе мейіз, күнжіт салсаңыздар болады. Мен тек мейіз салдым. Осындай қарапайым балды қолданамын. Менің отбасыма просто шашылып тұрған не ұнайды? Чак-чак ұнайды. Егер де сіздерге қатты шашылмай өзінің формасын өте жақсы ұстап тұратын чак-чак қажет болса, мен описаниеге сироптың да рецептісін қалдырамын. Осылай қалыпқа салып нығыздап аламыз. Менде дәл осы рецептпен осында 2 қалып чак-чак шықты. Өте молынан болады. Достар, міндетті түрде сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.